Келесі 1269 есебіміз. Бүгін математикадан, қазақ тілінен және Қазақстан тарихынан үй тапсырмасын орындау керек. Оқушы үй тапсырмасын неше нұсқада орындай алады? Бірінші кезекте математиканы орындасын, одан кейін қазақ тілін орындасын, одан кейін тарихты орындасын. Екінші кезекте математиканы орындасын, тарихты орындады, одан кейін қазақ тілін орындасын. Одан кейін үшінші кезекте қазақ тілін орындауға болады, математика, одан кейін тарих. Төртінші кезекте қазақ тілін орындасын, тарихты орындасын, одан кейін математиканы орындасын. Одан кейін бірінші кезекке біз тарихты орналастыруымызға болады. Математика, қазақ тілі. Алтыншы тарих, қазақ тілі и математика. Сонда жалпы 6 нұсқасы бар. Келесі 1270 есебіміз. А пунктінен Б пунктіне катермен немесе ұшақпен баруға болады. А пунктіне, мына жерде В пунктіне дейік, барады бірінші вариантпен, катермен немесе ұшақпен баруға болады. Ал В пунктінен С пунктіне пойызбен немесе автобуспен баруға болады дейді. Енді А пунктіне С пунктіне В пункті арқылы неше нұсқамен баруға болады дейді. Бірінші, Адан В-ға дейін катермен келсін да, пойызбен барсын. Дәл солай, катермен келсін да, автобуспен барсын. Немесе үшінші кезекте ұшақпен барады, пойызбен барады, ұшақпен барады, автобуспен барады. Сонда 4 нұсқасы бар екен. Келесі 1271 есебіміз. Кестені толтырыңдар дейді. Бірінші арифметикалық ортаны табайық. Ол дегеніміз барлық сандарды қосып 6 санына бөлеміз. Сонда 9 қосылған, 7 қосылған, 4 қосылған, 6 қосылған, 3 қосылған, 7. Енді осы сандарды бөлеміз 6-ға. Қосындысының нәтижесі 36-ға тең болады. 36-ны 6-ға бөлетін болсақ, 6-ға тең болады. Яғни арифметикалық ортасы 6-ға тең екен. Енді келесінде медианасын табу керек. Медианасын табу үшін өсу ретімен жазамыз. Сонда 3, 4, 6, 7, 7 және 9. Жұп сандар қатары екен. Сонда 6 мен 7-ні қосып бөлеміз 2. Ол дегеніміз 13 бөлінген 2, 6,5 кетен. Келесі, бұл медианасы енді өзгеру құлашын табамыз. Ең үлкеннен ең кішісін азайтамыз. Сонда 9-дан азайтамыз 3-ті тең болады 6-ға. Сонда өзгеру құлашы 6-ға тең, медианасы 6,5-ке тең болады. Ал арифметикалық ортасы 6-ға тең болады екен. Келесі, екінші есеп бойынша талдайық. Арифметикалық ортасын табымыз. Қосындысын аламыз. 2,7 қосылған, 5,9 қосылған, 4,2 қосылған, 3,8 қосылған, 1,9. Оны бөлеміз 5-ке. Қосындының нәтижесінен болады 18,5. Оны 5-ке бөлетін болса 3,7-ге тең болады екен. Яғни арифметикалық ортасы 3,7-ге тең. Келесі, медианасын табу керек. Ол үшін өсу ретімен жазамыз. 1,9, 2,7, келесі 3,8, келесі санымыз 4,2, келесі санымыз 5,9. Медианасы ортасында тұрған сан, яғни 3,8-ге тең екен. Келесі үшіншісінде өзгеру құлашын табу керек. Яғни ең үлкенінен ең кішісін азайтамыз. Оның нәтижесі тең болады 4-ке. Өзгеру құлашы бізде 4-ке тең болады екен.
Келесі үшіншісі, біріншісінде арифметикалық ортасын табамыз. Ол үшін 2-ден 1 қосылған 10-нан 7 қосылған 4-тен 1 қосылған 5-тен 2 қосылған 4-тен 3 сандарын бөлеміз 5-ке. Ортақ бөлім берейік. Ортақ бөлім бізде так 20 санынан болады. 20 санынан беретін болсақ, 5-тен береміз, 4-тен береміз, 5 болады, так 2 болады, 10 болады екен. Енді бөлшектің бөлімінде 20 болады, анда 10, 14, 24, 29, қоссақ 37, оған қосамыз 15-ті. Так, 3-пен аяқталатын сан болса, 1,6-ға тең болады. Оған 1-ді қосамыз, бүтінмен, сонда 2,6-ға тең болады. 2,6 бөлінген 5 болады. Оның нәтижесі тең болады 0,152. Арифметикалық ортасы 0,152 тең екен. Енді медианасын табайық. Ол үшін өсу ретімен жазамыз. Біріншісі 4-тен 1 орналасады. Екінші тұрған сан 5-тен 2 орналасады. Келесі 2-ден 1 орналасады. Келесі 10-нан 7 орналасады. Келесі 4-тен 3 орналасады. Ортасына орналасқан 2-ден 1 саны медианасы болады екен. Енді өзгеру құлашы, яғни 4-тен 3-тен азайтамыз 4-тен 1-ді. Бөлшектің бөлімінде 4 болады, алында 2 қысқартып жіберсек 1, 2 немесе 0,5-ге тең болады. Келесі 1272-ші есебіміз. Назерке, Меруерт, Алихан, Бауыржан еңлік бір-бірімен қол алысып сәлемдесті. Олар неше рет қол алысып сәлемдесті. Назерке 4 адаммен қол алысады. Қосылған Меруерт Назеркемен амандасып қойды ғой. Меруерт енді 3 адаммен амандасады. Ал Алихан 2 адаммен амандасады. Алдыңға Назерке мен Меруерт амандасып қойды. Сонда 2 болады қосылған, ал Бауыржан еңлікпен ғана қол алысып амандасты. Сонда бізде барлығы 10 сәлемдесу болған екен. Келесі 1273-ші есебіміз. Катердің ағыспен жүргендегі жылдамдығы мен ағысқа қарсы жүргендегі жылдамдықтың арифметикалық ортасы 17 км/сағат. Сонда жылдамдық ағыспен және ағысқа қарсы берілген. Енді осының арифметикалық ортасы дейді бізде 17-ге тең екен. Енді катердің ағысқа қарсы жүргендегі жылдамдығы 14,5 км/сағат. Сонда ағыспені жоқта, қарсысы 14,5 км/сағат екен. Енді ағысқа қарсы жүрген жылдамдықты табу керекпіз. Енді осы теңдерді шығарайық. Ағысқа қарсы қосылған 14,5 дейміз. Тен 17 санын 2-ге көбейтеміз. Оның нәтижесі 34-ке тең болады. Енді ағыспен жүргендегі жылдамдық 34-тен азайтамыз 14,5-ке тең. Оның нәтижесі сонда 19,5 км/сағат екен. Келесі 1274-ші есебіміз. 1, 3, 8, 9 сандары берілген. Осы сандардан өзара тең емес 2 санды қосып, неше нұсқада қосынды алуға болады. Жалпы осылардан қанша қосынды құрастыруға болады, соны сұрапты. Енді 1-ге бастапқыда 3-ті қосайық. Оның нәтижесі 4-ке тең болады. Енді 1-ге қосамыз 8-ді, ол тең болады 9-ға. Енді 1 санына қосайық, 9 сан ол тең болады бізде 10-ға. Енді 1-ді қойдық, енді 3-пен қосындысында 3-ке 1-ді қосып қойдық, 3-ке 8-ді қосамыз. Енді оның нәтижесі
11-ге тең болады. 3-ке қосамыз 9-ды. Оның нәтижесі 12-ге тең болады екен. Келесі енді 8-ге. 8-ге қосамыз 9-ды. Оның нәтижесі 17 болады екен. Жалпы түрде алғанда бізде 6 қосынды жазуға болады екен.